Электротехника өндірісі. Электротехникалық өнеркәсіптің құрылымында өз өнімдерінің мақсаты бойынша өндірістердің екі тобы айқын ерекшеленеді. Бірінші топ – өнеркәсіптік мақсаттағы салыстырмалы түрде қымбат өнімдер шығаратын жоғары тоқты өндірістер. Электр энергиясын өндіруге арналған жабдықтар, генераторлар, оны беру кабельдер, электр энергиясын түрлендіру үшін трансформаторлар, түзеткіштер, электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіру үшін әртүрлі қуаттағы электр қозғалтқыштары, өнеркәсіптік мақсатта электрмен дәнекерлеуге арналған электротермиялық жабдықтар, металдар ауға арналған электр пештері және тағы басқалары. Екінші топ – төмен тоқ өндірістері халық шаруашылығының барлық салаларында және тұрмыста кеңінен пайдалану үшін жаппай және әдетте арзан өнімдер береді. Оған жарық техникалық бұйымдарды, қыздыру шамдары, люминесценті, электр орнату бұйымдарын, ажыратқыштар, розеткалар, шамдарға арналған патрондар, тоқ алудың химиялық көздерін, аккумуляторлар, элементтер, жабдықтың ерекше қосалқы түрлерін, изоляторларды, электр көмірді және тағы басқаларды дайындау жатады. Өндірістердің осы тобы үшін ұзақ мерзімді тұрмыстық техниканы, үй тоңазытқыштарын, мұздатқыштарды, кондиционерлерді, кір жуғыш және ыдыс жуғыш машиналар, шаңсорғыштарды, желдеткіштерді, электр пештерін, микротолқынды пештерді шығаруды ұлғайту өте маңызды болды. Бұл салыстырмалы түрде қымбат тұрмыстық техника өте кең нарыққа ие. Ол әлемде әр түрдің ондаған миллион бірлігінде жасалады және оны шығару өсуде. Бұл өндіріс түрі еліміздің барлық жерінде орналасқанымен, оңтүстік және шығыста көбірек шоғырланған. Атап айтсақ, АЭМЗ жауапкершілік шектеулі серіктестік Қазақстан Республикасына 0,4-35 кВт кернеу класындағы электротехникалық жабдықтарды, оның ішінде ішкі және сыртқы қондырғылардың жиынтық тарату құрылғыларын, жиынтық трансформаторлық қосалқы станцияларды, сондай-ақ стандартты және стандартты емес таратушы күштік ұяшықтарды, шкаф конструкцияларын, жетекші өндірушілердің бірі. Өнімдер жетекші еуропалық фирмалардың Евромаг, Гаспарины, Дурма, Бистроник сенімді және дәлелденген станоктық жабдықтарына дайындалады. Бұл тез арада шығарылатын өнімдердің жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Зауыттың өнімі таяу шетелде Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан сұранысқа ие және өзін сенімді әрі берік ретінде көрсетті. Кентаун трансформатор зауыты акционерлік қоғамы электр энергетикасы, металлургия, машина жасау, көлік, мұнай-газ кешені, тұрғын үй коммуналдық секторды қоса алғанда экономиканың барлық салалары үшін жеткізілетін кең қолданылатын трансформатор жабдығының жетекші қазақстандық өндірушісі ретінде белгілі. Кентаун трансформатор зауыты маркалы жабдық ТМД мен Орта Азияның барлық аумағында сенімді жұмыс істейді. Қайнар АКБ компаниясы аккумуляторлық батареялардың отандық тауар өндірушісі болып табылады және Самұрық Қазына холдингінің отандық тауар өндірушілерінің тізілімінде тұр. Аккумуляторлық батареяларды шығару барлық халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жаңа жабдықта шығарылады. Бұл өнімнің сапасына айтарлықтай әсер етті. Қорғасын қышқылды аккумуляторларды өндіру процесі де жетілдірілді. Ақтөбе рентген акционерлік қоғамы медициналық мақсаттағы жоғары технологиялық рентгендік диагностикалық жабдық шығаратын Қазақстандағы жалғыз кәсіпорын. Өз кезегінде Ақтөбе рентген акционерлік қоғамы мына заттарды өндіреді: жылжымалы палаталы рентгендік диагностикалық сандық аппараттар, стационарлық рентгендік флюорографиялық цифрлық аппараттар, стационарлық рентгендік диагностикалық сандық аппараттар, мобильді цифрлық кешендер, жылжымалы кабинеттер, рентгендік флюорографиялық, стоматологиялық, маммографиялық және әртүрлі мақсаттағы автомобиль шасси негізінде. Маммографиялық жүйелер. Өскемен конденсатор зауыты энергетикалық жүйелер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарға арналған электротехникалық жабдықтардың кең спектрін жобалауды, өндіруді және жеткізуді жүзеге асырады. Өскемен конденсатор зауытына шығарылатын жабдық машина жасау, металлургия, энергетика, мұнай-газ, ірі тамақ өнеркәсібінің көптеген кәсіпорындарында кеңінен қолданылады.